Қарапайым шемішкенің адам ағзасына пайдасымен қатар зияны да бар. Сіз бұл туралы білесіз бе? Онда видеоны соңына дейін көріңіз. Бос уақытта пісте шағып уақыт өлтірмеген адам кемде-кем. Алайда біз оның денсаулыққа пайдасы мен зияны жайлы көп біле бермейміз. Кішкентай кезімізде үлкендер пістені көп шақсаң, соқыр ішек боласың, немесе тамағың ауырады деген тыйымдарымен қорқытатын. Ал расында да пісте адам ағзасына қалай әсер етеді? Сол жайында аз-кем ақпаратты назарларыңызға ұсынамын. Пістеден май жасайтынын бәріміз білеміз, дегенмен оның өзге де пайдалы тұстары бар. Пістенің дәні кальций мен магнийге бай. Сонымен қатар оның құрамында В, А, Е және Д дәрумендері бар. Олар тері мен шашқа өте пайдалы. Мүмкіндігінше пістенің дәнін табиғи күйінде, яғни өсіп тұрған жерінен собығын жұлып алып, дәнін теріп шағып жеу керек. Ал тазалау мен сұрыптаудан өткен пісте өзінің пайдалы дәрумендерінің біраз бөлігінен айырылып қалады. Ғалымдардың айтуынша, әлемдегі әрбір үшінші адамның ағзасында май ерітетін дәрумендер жеткіліксіз көрінеді. Соның салдарынан әлемде семіздік дерті тез тарап барады. Ал пісте болса дәл сондай дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар ол ағзаның ерте қартаюынан да сақтайды. Пісте әсіресе артық салмақтан арылу үшін диета ұстайтын жандарға өте пайдалы. Қарын қатты ашқан кезде аз ғана пісте дәнімен қоректеніп алсаңыз, ол ұзаққа дейін асқазанды тоқ ұстайды. Оның құрамындағы май мен ақуыз кәдімгі тамақ іспетті. Қуырылмаған пістенің дәнінде адам ағзасына ең керекті элементтер иод пен темір және магний бар. Олар жүректің жұмысын жақсартып, тамырларды шлактан тазартады. Сонымен қатар пісте жүйкені тыныштандыратын керемет құрал. Оны темекі орнына пайдаланған абзал дейді дәрігерлер. Сонымен қатар зиянды тұстары: 100 грамм пісте құрамындағы калория 1 плитка шоколадтағы немесе 1 кесе тамақтағы калориямен тең. Сондықтан пістені семіздікке шалдыққан адамдарға барынша аз пайдаланған жөн. Сонымен қатар пістені қуырған кезде оның құрамындағы пайдалы майлар мен дәрумендер өзгеріске ұшырап, зиянды заттарға айналады. Ал жол бойында өсіп тұрған күнбағыс көліктерден бөлініп шыққан токсинді газдарды өзіне тез сіңіріп алады. Әншілер мен ел алдында жиі сөз сөйлейтін адамдар пісте шағудан бас тартқаны абзал. Өйткені оның құрамындағы майлар дыбыс шығару жолдарын бітеп тастайды. Күнді сүйіп өскен күнбағыс пістесін зиян деуге де қимайсың. Көбі пісте шағуды мәдениетсіздіктің белгісі ретінде таниды. Бірақ кинотеатрда отырып попкорн қытырлату мен сағыз шайнау мәдениетсіздікке жатпай ма сонда? Пісте туралы тағы бір аңыз бар. Ол соқыр ішек ауруы. Бұл аурудың туындауына пісте шағу кінәлі деп түсініп, пісте шаққан балаларын соқыр ішек боласың деп қорқытатын ата-аналарға мұның ол ауруға ешқандай қатысы жоқ екендігін айтып, алтыннан құлақтарына сырға тағу керек. Пістенің соқыр ішекке ешқандай да қатысы жоқ. Бұл ойдан шығарылған пікір, жасанды қорқыныш. Оны біз де ойымыздан шығарып отырғанымыз жоқ. Мұны білікті мамандар растаған. Ал нақтырағында келгенде, пісте тістің кіреукесіне аса зиянды. Сіз пісте шағып отырғанда, тіс кіреукесінің сыртқы бедеріне пістенің қалай зиян келтіріп жатқанын аңғармауыңыз да мүмкін. Тіс кіреукесі бұзылған сайын ол жүйке талшықтарына және кариеске де кері әсерін тигізбек. Сонымен қатар пісте шағу әсерінен асқазанда қыжыл туындайды. Өзінің дене бітімінің қалыптылығын қатаң сақтайтын адамдар тіпті пістеге де жоламауы қажет. Себебі пістеде калория өте көп. Бұл өнімнің 100 граммында 520 килокалория бары анықталған. Күнбағыс пістесінің дәндерінде кездесетін қою майлы қышқыл холестериннің төмендеуіне жәрдемші болады. Бүгіндері біз дәріханаларға жиі бас сұғып, тонналап алып жүрген дәрумендердің осы пістенің құрамында барынан да хабардар боларсыз. Қарапайым пістенің құрамында көздің көруін жақсартатын
және теріні жас қалпында сақтайтын А дәруменнің, ми қабатының қалыпты жұмысына жауап беретін Е дәруменнің бар екенін де біліп жүріңіз. Пісте дәнінде кездесетін Б тобындағы дәрумендер қайызғақ пен ұшықтан сақтануға көмектеседі. Сонымен қатар ол ұйқысыздық пен күйзелістен де құтқарады. Ал Д дәрумен сүйектеріңіздің құрамындағы кальцийді арттырып, оның беріктігіне жауап береді. Күнбағыс пістесінің дәні сонымен қатар ұмытшақтық пен жүрек қан тамырына байланысты дерттерге де ем. Пістенің құрамында 20% ақуыз және таптырмайтын амин қышқылдар кездеседі. Құрамында магний, мырыш, микроэлементтері де бар. Магний жүрек қан тамырлары мен мидың қалыпты жұмыс атқаруын реттеп, ойлау дәрежесінің қызметін арттырады. Күнбағыс пістесінің 100 грамм дәнінде 311 мг магний кездеседі. Ал мырыш сұлулықтың асқан мүсіншісі. Ол шаш пен тырнақтың саулығын сақтап, иммунитетті арттырады. Мұнымен қоса оның құрамында мыс пен селен де баршылық. Барлық пісте дәндері психотерапевтік әсерге ие. Шылым шегуді тастағалы жүрген адамға пістенің ауыз толтырып айтарлықтай пайдасы бар. Шылымды қажет етіп тұрған уақытында пісте шақса, шылымға деген ықыласы бәсеңдемек. Әрине, шешім өзіңізде. Біріңіз зиян көріп пістеден бас тартарсыз, ал біріңіз жоғардағылардан түйін шығарып ем ретінде де пайдалансаңыз болады. Ал сіз пістені қаншалықты жиі тұтынасыз? Бұл туралы комментарийде жаза кетіңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.